Ребята, здравствуйте! Давайте начнем наш сегодняшний урок «Деловые документы». Яғни іс-қағаздар туралы бүгін айтатын боламыз. Сабағымызды бастамас бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуыңызды ұмытпаңыздар. Яғни сіздің менің видеомды көретіндігіңіз жайлы, көрмейтіндігіңіз жайлы білгім келеді. Қай жерлер ұнайды, қай жерлер ұнамайды, сол туралы жазсаңыздар да болады. Енді біз бүгінгі сабақта іс-қағаздар жөнінде көбірек мәлімет білетін боламыз. Және өзімізге резюме және мінездеме, характеристика жазып үйренетін боламыз. Ары қарай. Сонымен официально деловой стиль дегеніміз не? Іс-қағаз стилі деген қандай стиль? Официально деловой стиль обслуживает область юридических, административных, дипломатических отношений. Его основное назначение – это информация, сообщение. Он употребляется при написании различных документов, инструкций, уставов. Слова в нем используются в прямом значении, чтобы предупредить их неправильное толкование. Іс-қағаз стилін көбінесе қай жерде қолданады екенбіз? Іс-қағаз стилін біз көбінесе заң жазатын жерлерде, документтерді әкімшілік жұмысшылардың кезінде және саясаткерлер арасында осындай жерлерде официально деловой стиль қолданылады. Ол стиль арқылы адам мәліметті нақты беруге тырысады. Ол жерде сөздерді переносный сөйлемдер болмайды, яғни екі түрлі мағынадағы сөздер болдырмауға тырысады. Өйткені адам документті түсінген кезде оны нақты түсіну қажет. Яғни мысалы біз нотариуске баруымыз мүмкін, біреуді банкке баруымыз мүмкін, әкімшілікке баруымыз мүмкін, өзімізге керек документтерді алуымыз мүмкін. Осы жерлердің барлығында қолданатын іс-қағаздар официально деловой стильде жазылған екен. Енді мына жерде бізде мәтін берілген, соны оқып шығайық. Слово автобиография греческого происхождения состоит из 3 частей. Аутос, биос, графо. В современном русском литературном языке употребляется в значении описания своей жизни. Различает 2 разновидности автобиографии. Автобиография – официальный документ, и автобиография – литературное произведение. В автобиографии, в официальном документе, человек описывает свою жизнь и деятельность. Она составляется и подается обычно при поступлении в учебное заведение или на работу. Пишется в произвольной форме от первого лица. Все сведения указываются в хронологической последовательности. Енді автобиография туралы таныстырайық. Автобиография дегеніміз не деп ойлайсыздар? Естігендеріңіз бар ма ол туралы? Автобиография 3 бөліктен тұрып тұр. Грек сөзінен алынған. Аутос, биос, графо. Бұл орыс тілінде қазіргі мағынасы өзінің өмірі жайлы мәліметті беретін қағазды, сондай мәтінді біз автобиография деп атаймыз. Автобиографияның 2 түрі болады. Біреуі официальный документ, яғни іс-қағаз кәдімгі документ. Ал екіншісі литературное произведение, яғни шығарма ретінде жазылған. Официальный документ автобиографиясында адам өзінің өмірін, қандай іспен айналысатындығын жазып шығады. Ондай документтер көбінесе оқуға, жұмысқа тұрарда біз қолданамыз. Яғни мен осындай жылы туылдым, бірінші осы жақта жұмыс істедім, кейін осы жақта жұмыс істедім, немесе осы мектепті бітірдім, осы университетке түстім деген сияқты өзінің өмірін рет-ретімен
айтып шығады. Енді бізде мына жерге екі текст берілген. А және Б тексті. Осы тексттерді оқып, қайсысы литературное произведение, қайсысы официальный деловой документ екенін табуымыз қажет. Енді қарайық. Год моего рождения установлен с точностью, можно сказать, астрономической. Причем, как это не покажется странно, почти по теории относительности, слепой на правый глаз конь был растерзан волками осенью, а поздний в день весеннего равноденствия, разделяющий год коровы и год барса. На свет появился я. Зима еще не уходила, весна еще не наступила. Был Наурус. Невыясненным осталось только одно обстоятельство. Мальчик родился до восхода солнца или после? Если к году коровы отнести рождение, то выходило ему владеть несметными стадами и пройти свой путь в добре и довольстве. Если же барс принял его под свое покровительство, тоже хорошо. Кто рискнет напасть на него первым? А мәтіні бұл жерде біреу өзінің қашан туылғандығы жөнінде мәлімет беріп отыр. Яғни, мысалы қазір бізде дата, күн бәрі белгіленген, иә? Ал баяғы біздің атам қазақтар күннің өткенін басқаша есептеген. Например, жаңа жылдың басталуымен, қардың, мысалы, мына кісі айтады. Мен туылдым дейді. Мен туылған кезде күннің жаңарған кезінде туылдым. Сиыр мен барстың сиыр кетіп, барс келген кезде мен туылып жаттым. Ол уақыт наурыз еді дейді. Мен енді таң атпайтып туылдым ба? Немесе таң атып болғаннан кейін туылдым ба? Ол белгісіз болып тұр дейді. Енді қарайықшы. Бұл мәтін қандай стильге жатып тұр, иә? Официально деловой стиль, автобиография. Бұл бірақ официальное произведение, официальный документ. Енді бұл меніңше литературное произведение, шығармашылық. Яғни ол өзінің қашан туылғандығын, қалай туылғандығын бәрін мәлімет ретінде айтып беріп тұр. Шығарма ретінде. Ал екінші Б, міне мысалы, мен Бижанов Ади Алибекович, 23 сентябрьде 2005 жылы туылдым дейді, Қызылорда облысында. Әкем осындай, мамам осындай, әпкем осындай, олар осындай жерде оқиды, осындай жерде жұмыс істейді деп айтады. Өзім 2012 жылдан бастап 159 мектепте 8 класста оқимын. Мен спортпен айналысамын деп, ол өзі туралы мәлімет беріп тұр. Ал бұл Б мәтіні қандай стильде, автобиографиясы қандай түрде жазылған деп ойлайсыздар? Әрине, бұл официальный деловой документ, иә? Ол нақты жазып тұр. Нақты жазып тұр. Туылған күнін, әке шешесінің бәрін нақты туған күні жылымен нақты айтып тұр. Сондықтан біріншісі А тексті художественный стиль, екіншісі официально деловой. Енді бұл жерде сұрақ қойыпты, бағана оқыған кезде. Бұл мәтін, бірінші мәтін кімнің мәтіні? Бұл Расул Гамзатовтың «Год моего рождения» деген шығармасы. Сол шығармадан отрывок алып жазылған екен. Расул Гамзатов «Год моего рождения» деген шығармасы. Түсіндік пе? Ары қарай.
Енді автобиографияның негізгі құрылымын түсініп кетейік. Мысалы, ол автобиография екенін жазып қою керек төбеге. Мысалы, резюме екендігін, аты жөнін, туған күнін, қай жерде оқитындығын жазып кету керек. Және өзінің отбасы туралы мәліметті де берген жөн. Қай күні жазылған бұл документ және қол қойылған болу керек. Бұл документті біз резюме деп атаймыз. Резюме бұл это вид деловой бумаги, в котором кратко излагаются сведения. Айттым ғой, резюме деген бұл іс қағаз, официальный деловой документ, бірақ ішінде барлығы нақты артық сөз әңгіме жоқ. Бұны біз резюме деп атаймыз. Мысалы, мына жерде бізде резюменің мысалы ретінде әкеліп көрсеткен екен. Мақсатын жазған, мамандығын, оқуын жазған, мысалы, қақта оқып жатқандығын, өзінің жұмыс істегендігін, істемегендігі туралы жазған, қандай тағы да қосымша өнерлері бар, соны жазған, қандай тілдерді меңгерген, соны жазған, нені жақсы көреді, музыканы ма, туризм, соны жақсы көретіндігін жазған, және өзінің жақсы қабілеттерін атап өткен екен. Сіздердің қандай жақсы қабілеттеріңіз бар? Егер сіз резюме жазған болатсаңыз, өзіңіз туралы қандай адам ретінде айтар едіңіз, қандай мінезіңіз жақсы еді? Мысалы, мен айтар едім, мен общительная, яғни көп адамдармен тез тіл табысып кетемін. Я целеустремленная, мен алдыма мақсатыма жетпей қоймаймын деген сияқты мінездерімді атап өтер едім. Сіздер қандай мінез жазып шығар едіңіздер? Сол туралы жазып кетіңіздер. Ол да сіз мысалы өзіңіздің досыңыздың, дос құрбыңызға мінездеме бересіз. Бағанағы резюмені мен өзім жаздым. Мысалы, өзімнің қандай өзім туралы мәлімет бердім. Ал характеристика деген, яғни басқа біреу туралы айтылған мінездеме. Яғни, мысалы, характеристика ученика 8 А класса Димаша Алиевича. Яғни, Димаштың досы Димашқа мінездеме жазып тұр. Ол Ахметов Димаш Алиевич 2002 жылы туылған, оқуға 2008 жылы түсті, қазір 8 А класында оқиды деп, оны басқа досы Димаш туралы мінездеме беріп жатыр. Ол сабақ кезінде өзін өте еңбекқор, сабағы өте жақсы, гуманитарный сабақтар жақсы көреді деп жазған екен. Әр жыл сайын әртүрлі олимпиадаларға қатысып келеді, ағылшын тілін жақсы көреді деген. Әке шешесі оған оның тәрбиесіне көп мән береді. Димаш адамдармен жақсы тіл табысады, өзі тәртіпті, ешкімдермен ұрысқа келмейді, мұғалімдерін жақсы сыйлайды, қоғамдық жұмыстарға белсене қатысады деп, оған басқа мұғалімі болсын, досы болсын, яғни өзі емес, басқа біреу сен туралы мінездеме жазып тұр. Түсіндік пе? Түсіндіре алдым ба? Қарай. Речевой тренинг дейді. Тонкий және толстый сұрақтарға бөлуіміз керек. Мен алдыңғы сабақтарда толстый және тонкий сұрақтардың қандай болатындығын бір рет айтып кеткем. Тағы да қайталайық. Тонкий сұрақ деген, яғни жауабы нақты болатын, сол мәтіннен табалатын. Өзің, мысалы, қай жылы туылдың? Бұл тонкий вопрос. Қазір қандай сабақ болады? Тонкий вопрос. А толстый вопрос. Сенің ойыңша бүгін
бүгін бүгінгі болатын театрдан қандай әсер аласың деген сияқты сондай өзінің ойын білдіруге арналған сұрақтарды оның ойынша қандай екендігін білгің келген затты біз толстой сұрақтар деп айтуға болады. Мысалы, что такое автобиография? Автобиография дегеніміз не? Бұның бәрі бағана бүгінгі тақырыпта бар. Бұл тонкий сұрақ. Какой документ содержит оценку деловых и личных качеств человека? Адамның жеке және жұмысы туралы мәліметті қайдан аламыз? Әрине, ол автобиография резюмеден аламыз. Енді бұл да тонкий сұрақ. Почему выражение «написал свою автобиографию» недопустимы? Неліктен өзінің автобиографиясын жазды деген сөз бір ыңғайсыз естіледі. Неліктен деп сен оның ойын білгің кеп тұр. Сондықтан бұл толстой сұраққа жатады. Какова цель написания резюме? Резюмені жазған кездегі сенің негізгі мақсатың қандай? Яғни мен резюме жазып, оқу орнына апарып оқуға түскім келеді. Жұмыс орнына апарып жұмысқа түскім келетін сияқты мақсаты нақты. Бұл тонкий сұрақ. Почему автобиография не является документом? Неге автобиография документ болып есептелмейді дейді. Яғни ол жерде литературный произведение болып есептелуі мүмкін. Яғни шығарма түрінде. Ол өзінің ойын жазып, басқа да мәліметтерді қоса отырып жазған ол автобиография документ болып есептелмейді. Бұл тонкий сұрақ. Какие структурные элементы обязательны в официальной автобиографии? Бұл да тонкий сұрақтарға жатады. Бұл енді лингвистический турнир дейді. Сұрақтар берілген. Осы сұрақтарға бүгінгі өткен материалдарды қайтадан бір тыңдап, сұраққа жауап беруіміз қажет. Составьте кластер на тему официально деловой стиль дейді. Егер де сіздің мұғаліміңіз осы тапсырманы беріп жатса, маған комментарийге жазсаңыздар болады. Мен арнайы видео түсіруге түсіріп жазып қояр едім. Егер осы кластер құра алмай жатсаңыздар. Бірақ алдымен Google-ға кіріп, кластер дегеніміз не, официально деловой стильдің жаңа өткен түрлерін бір қарап шығып, оңай екендігін түсінесіздер. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Сау, сәлемат болыңыздар.